Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және оқушылар. Бүгін сіздерге Smiles кітабы 3-ші сынып бойынша оқулығы мен дәптерінің ең алғашқы тақырыптарын түсіндіріп кетейін деп едім. Бұл тақырыптар ең бірінші бөлім бізде animals, яғни жануарларға байланысты болады. Оның ішінде animal types, жануарлардың түрлерін өтеді оқушылар, және де body parts, дене мүшелерін өтеді, және соған байланысты ән-билерді үйренетін болады. Ары қарай. Ең алдымен кітаптың осындай бастапқы бетінде бізде animals тақырып жазылып тұрады. Elephant, яғни ол бізде піл. Snake, жылан, міне жыланның суреті тұр. And penguin, пингвиннің суреті тұр. Енді ары қарай оқушылар animal types, жануарлардың түрлеріне байланысты тапсырмалар жасалынатын болады. Look at the pictures. Алдындағы суреттерге қара дейді. Which animal is a mammal, a reptile or a bird? Яғни қайсысы бұның mammal дегеніміз сүтқоректі, a reptile ол бауырмен жорғалаушы, and a bird қайсысы құс, құс түріне жатады дейді. Яғни балалар суретке қарап, мысалы elephant is a mammal, snake is a reptile, penguin is a bird деген сияқты оқушылар айту керек. Сосын read and name the animal. Оқы және осыған байланысты сөйлемдерді оқып, қай жануар екенін ата дейді. Мысалға, біріншісі I live on land дейді. Яғни мен құрлықта өмір сүремін дейді. I eat an egg. Мен жұмыртқа жеймін дейді. And small animals. Және ұсақ жануарларды жеймін дейді. I look for food at night. Мен түнде іздеймін дейді өзімнің қорегімді. What am I? Мен кіммін дейді. I am a немесе an деп оның жауабын жазу керек. Дәл осылай келесі тапсырма орындалады. I live on land. Мен құрлықта өмір сүремін дейді. I eat plants. Мен өсімдіктермен қоректенемін дейді. What am I? Мен кіммін дейді. I live on land. Мен құрлықта өмір сүремін дейді келесі. And in water. Және де суда да өмір сүремін дейді. I eat fish. Мен балық жеймін дейді. What am I? Мен кіммін дейді. Келесі тапсырма. Exercise 3. True or false? Яғни жалған ба, өтірік пе, соны табу керек. In pairs, decide. Бұл жерде жұптық жұмыс болу керек. Check your answers online or with your teacher. Яғни жауабыңды онлайн интернет арқылы тексер, немесе мұғаліміңмен тексер дейді. A snake's life. Жыланның өмірі дейді. Snakes live in Arctica. Жыландар Антарктикада өмір сүреді дейді. True, false. Екеуін біреуін таңдау керек. Жалған ба, өтірік пе? Snakes smell with their tongue. Жыландар өзінің тілімен демалады дейді. Snakes sleep with their eyes open. Жыландар көздері ашық түрінде ұйықтайды дейді. Snakes eat only 3 times a year. Жыландар жылына 3 уақыт қана тамақтанады дейді. Snakes stop growing when they are 1 year old. Жыландар 1 жыл өмір сүргеннен кейін өсуін тоқтатады дейді. Барлығында true, false деп белгілеп шығу керек. Сосын, exercise 4. Find some facts about one of the other 2 animals. Present them to the class. Яғни, бірнеше фактілерді табу керек. Бір немесе 2 жануар туралы. Және оны сыныпқа present деген таныстыру керек. Сыныпқа презентация жасау керек. Енді келесі. Body parts. Яғни дене мүшелері туралы. Listen, point and repeat. Then number. Яғни бірінші тыңдау керек, сосын қолмен көрсету керек, сосын қайталау керек, сосын мына жақта нумерацияларын қойып шығу керек. Мен былай 1, 2, 3, 4 деп қатарынан айта берем. Head, hair, eyes, ears, mouth, nose, hand, and legs. Яғни head бас, hair шаш, eyes көз, ears құлақ, nose мұрын, mouth ауыз, hands қолдар, legs аяқтар.
яғни аяқ. Осы жерге 1, 2, 3, 4 деп нумерациясын қойып шығу керек. Exercise 6. Келесі тапсырма еттік. Rearrange the letters and write the words. Яғни мына әріптерді, шатасып кеткен әріптерді орын-орнына қою арқылы мына жерге сөзді жазып шығу керек. Мысалы D, A, H, E түрі 4 әріп тұр. Біз одан қандай сөз шығардық? Hat деген сөз шығардық, Келесі мысалға H, U, M, O, T. Бұл жерден қандай сөз шығаруға болады? Mouse деген сөз шығаруға болады, Осылай оқушылар шығару керек. Ары қарай exercise 7. Complete. Use have got or has got. Яғни have got, has got'ты пайдаланып, сөйлемді толықтыру керек. Study sport. Мына жерде ереже жазылып тұр. Яғни have got'ты біз I have got, you have got деп бірінші және екінші жақта қолданамыз. Яғни бірінші жақта I have got blue hair. Менің көк шашым бар. You have got red hair. Сенің қызыл шашың бар деп бірінші және екінші жақта ғана қолданамыз. Ал has got дегенді she has got, he has got. She has got қыздарға айтамыз, оның қызыл шашы бар. And he has got blue hair, оның көк шашы бар деп ұлдарға пайдаланамыз. Ал көпше түрде барлық кезде we have got, they have got деп, you have got деп тек қана have got қолданылады екен. Енді осыны мысалға біріншісіне we have got green eyes. Біздің жасыл көзіміз бар дейді. Яғни бұл көпше түр we болып тұрғандықтан біз have got'ты қолданамыз. Келесі Нұрлыбек. Нұрлыбек ол үшінші жақ, демек ол жерде has got болады. They ол көпше түрі, олар деген сөз have got болады. They have got brown hair. Дәл осылай жасау керек. Жақтарға байланысты. Келесі count and write then say. Сана және жаз, сосын айт дейді. Яғни мына жерде неше көзі бар, неше аузы бар, неше мұрны бар, соны санап шығу керек. For example, it's got, яғни бұл ағылшын тілінде көбінесе жаңа иттерге, мысықтарға its деп айтады. It has got деген сөзде үшінші жақта оның жаңағы мұрны бар, аузы бар дегенде it has got one mouse, оның бір аузы бар деген сияқты айтылады. Міне бір деп жазамыз, мында. Енді eyes. Неше көз бар? 1, 2, 3, 4. Демек, не деп айтамыз? It has got 4 eyes деп айтамыз, оның 4 көзі бар. Дәл осылай қалғанын жасау керек. Келесі. Listen and a number. Тыңда және нумерация қой дейді. Яғни бұл жаттығуды арнайы тыңдап жасау керек. 1, 2, 3 деп каждайына нумерация қойып шығу керек. Бұл жерде жаңағы сипаттама береді. Мысалға, he has got red hair, оның қызыл шашы бар. He has got green eyes, оның жасыл көзі бар деген сияқты. Соны тыңдап, сол бойынша нумерациялар қойып шығу керек. Мынау енді келесі сабақта түсіндіріледі. 7-ші бетке дейін. Енді жұмыс дәптері. Жұмыс дәптері бойынша міне Which animal is it? Read, choose and draw. Мұнда қай жануар қайсына сәйкес келеді дейді. Оқы, таңда және суретін сал дейді. Мысалы біріншісінде I am a bird. Мен құспын дейді. But I can't fly. Бірақ мен ұша алмаймын дейді. I love fish. Мен балықтарды жақсы көремін дейді. Мына үшеуінің қайсысы сәйкес келеді? Мына жерге суретін салу керек. Келесі I am a mammal. Мен сүтқоректімін дейді. I live on land. Мен құрлықта өмір сүремін дейді. I've got a big nose. Менің үлкен мұрным бар дейді. Next. I'm a reptile. Мен бауырмен жорғалаушымын дейді. I haven't got any legs. Менің ешқандай жаңағы аяғым жоқ дейді. Аяқтарым жоқ дейді. Мына жерге дұрыс суретті салу керек. Келесі exercise 2. Label the pictures. Яғни суретті толықтыру керек сөздермен. For example, the first is tongue. Біріншісі тілі. Next, көздер деген қалай айтамыз? Eyes деп айтамыз. Дәл солай tail, eggs, plants деген сөздерді дұрыс орнына қою керек. Tail құйрығы, eggs жұмыртқалар, и plants ол өсімдіктер. Келесі. Do the crossword puzzle, exercise 3. Яғни мына crosswordты орындау керек. Мысалға біріншісі ол бізде не? Құлақ, яғни ол ears. Екіншісін қараймыз, номер 2. Бұл жерде не деп айтамыз? Hair деп айтамыз. Hair'ді мұнда жазу керек. Дәл солай мұнан аттарын жазып шығасыздар. Exercise 4. Read and match then color. Бірінші оқы, сосын сәйкестендір, сосын боя дейді. Біріншісінде It's got 5 legs. It's green. Оның, яғни бағана біз it has got дегенді қысқартып айтып тұрмыз, it's got деп. Оның 5 аяғы бар дейді. Міне B деп тұр. Уже біріншісі жасалып тұр, B деп.
міне 1, 2, 3, 4, 5 міне осының 5 аяғы бар биді. Яғни it's green, бұны жасылмен бояу керек екен. Келесі number 2, it's got 2 heads. Оның 2 басы бар дейді. Қайсының 2 басы бар сол? Мында жазу керек. A, B, C, D. B уже біз кетті, бізде кетті. Енді қалған үшеуін белу керек. It's purple, бұл фиолетовый болу керек. It's got 6 eyes. It's blue with green hands. Оның 6 көзі бар. Және бұл көк және жасыл қолдары бар дейді. Тоже істеу керек. Қайсы екенін әрібін жазу керек. Келесі, it's got one big mouth. It's red with a blue nose. Оның бір үлкен аузы бар. Және ол жаңағы бір көк қызыл және көк мұрны бар дейді. Дәл солай бояп шығу керек. Енді ары қарай make sentences. Мына жерде сөйлем құрау керек. Мысалға I 2 legs деп тұр. Ол жеріне қалай сөйлем құрау керек? I've got 2 legs. Менің 2 аяғым бар. Келесі we red hair. Біз қызыл шаш дейді. Яғни бізде қызыл шаш бар деген сөйлем құрау керек. Ол қалай болады? We've got red hair. Бізде қызыл шаш бар. Дәл солай қалғандарын құрау керек. Яғни have қоямыз ба, әлде has қоямыз ба? Have got бола ма, әлде has got бола ма? Соны дұрыс қойып шығу керек. Міне, бұл жаңағы жұмыс дәптерімен оқулығы бойынша 3-ші сынып Smiles Animals тақырыбы ең бірінші тақырыптары. Егер видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтардың да түсіндірмелері болады.